Сәлем, құрметті бауырлар, қалайсыздар? Бүгінгі видеода қызықты тақырып Келінжан телехикаясының денсаулыққа зияны сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз, соңына дейін не үшін зиян, қалай зиян денсаулыққа, соны айтамын. Ал кеттік. Келінжан телехикаясы не үшін зиян денсаулыққа? Өйткені ол жерде негатив, эмоцияға толы негативтер, сосын деген ренжу, өкпелеу, бір-біріне сондай негативтер бар, сценалар көп ондай. Араласа бересің, қара шашты өзім тудым, кімге болған сүйемін. Ол ондай сценалар стресс, депрессияға алып келуі мүмкін. Стресс, депрессияға түскен адам бас ауырады, көңіл күйі жоқ, ештеңеге зауқы жоқ, ешқайда барғысы келмейді, жата бергісі келеді. Және де жата бергісі келеді. Сосын ол деген негативті қабылдап алады бұл сериалдан. Адамдар негативті қабылдайды, актерлармен бірге уайымдайды, негативті қабылдайды да ол өзінің отбасына соны таратуы мүмкін. Сосын актерлармен бірге уайымдап, жүректері ауырады. Актерлармен бірге уайымдап отырады, комментарияларды естіп жатамын. Балхиямен бірге жыладым. Немесе жаңағы Айсара Балхияға бұлай неге жасады деген сияқты сондай бір негативтерді жазады, бірге жыладым деп айтады. Сосын комментарийда бұл сериал менің өмірімнің көз алдымнан өткізгендей көрсетті деп адамдар жүрегімен беріліп кетеді бұл сериалға. Жүрегімен беріліп қарайды, жүрегімен беріліп қарағаннан кейін бүткіл жаңағы сол жердегі кинодағы проблеманың бәрін өзіне алып алады. Негатив болғаннан кейін уже басқа да органдарына адамның әсер етеді. Адамның негізі көңіл күйіне, эмоциясына байланысты ауру негізі. Егер ашуланса бірге давлениесі көтеріліп кетуі мүмкін, гипертония ауруына ұшыратады. Ал немесе түсіп кетуі де мүмкін гипотония, стресс, депрессия уақытында. Ол гипотония ауруына әкеліп соғуы мүмкін. Жүрекке жақын қабылдайды. Жүректің қағу ырғағы өзгеріп кетуі мүмкін. Ол тахикардия, брадикардия деген сияқты ауруларға әкеліп соқтырады. Сондықтан да бұл киноны, бұл фильмдарды, жалпы сериалдарды қарамас бұрын, әсіресе Келінжан, басқа да кинолар бар ғой, бірақ Келінжан туралы айтып жатқаннан кейін, осы Келінжан сериалын андасында бір қараңыз, немесе мүлдем қарамаңыз деген кеңес берер едім. Өйткені ол сіздің жаңағыдай органыңызға әсер етуі мүмкін. Органға әсер еткеннен кейін, денсаулығыңыз нашарлағаннан кейін көңіл күйіңізде болмайды деген сияқты. Барлық нәрсенің астары бар, астары. Ол жай ғана сериал сияқты көрінгенмен, оны ар жағында сіздің денсаулығыңызға қаншама зиян нәрселер жатыр, қаншама зиян эмоциялар, негативтер жатыр. Әрине бұл сериалдың барлық сценасы жаман деп айта алмаймын. Жақсы сценалар, күлдіретін жерлері бар, бірақ та сонда да негатив көбірек. Сондықтан да нәзік жүрегіңізді, нәзік денсаулығыңызды баптап, сақтап, тек қана жақсы тамақтандырып, спортпен айналысып, жақсы позитивный, мотивационный киноларды, мотивациялық киноларды қараңыздар деген кеңес беремін. Осы мен айтқым келгені кішкентай болса да сіздерге түсіндіргім келді. Қазақ елі аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода кездескенше сау.